Құрметті ханымдар, құрметті университет қызметкерлері, сіздерді 8 наурыз әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Біздің университетте 53%-дан жоғары қызметкерлер әйел жолдастар екен. Әрине, университеттің ірі жетістіктеріне әйелдердің, қыздардың қосып отқан үлестері үлкен. Сондықтан біз сіздерді қадірлейміз және құрметтейміз. Әйел ана, әйел жолдас, әйел қыз. Сондықтан әйел арқылы жанұя, отбасы өседі. Әйел арқылы осы университетіміз біздің жұмыс орны болды сіздерге байланысты. Сондықтан сіздерге тілейтінім аманшылық, дендеріңіз сау болсын, жанұяларыңызда бақыт болсын, әр уақытта сыйластық болсын. Милые наши женщины, каждый год мужчины с волнением, я бы сказал, с трепетом ожидают этот замечательный праздник 8 марта. Потому что вот именно с этим праздником связаны имена наших замечательных бабушек, наших мам, наших жен, наших сестер, наших дочерей, наших внучек уже. Но и сегодня я бы хотел сказать несколько слов в адрес наших замечательных, потрясающих, совершенно несравненных соратниц, с которыми мы сегодня строим большой политех. И это наши женщины, которые являются потрясающими специалистами и в то же время очень милыми и красивыми женщинами. Я поздравляю сегодня и замечательных наших студенток, которые являются будущим архитектурно-строительного комплекса нашей республики. И всех вместе вот замечательным праздником я желаю каждой из них, конечно же, счастья, конечно же, любви и поклонения всех мужчин. И я бы хотел, чтобы каждая из вас нашла свое место под этим солнцем, и чтобы каждая из вас была бесконечно счастлива и в стенах нашего политеха. Құрметті ханымдар, ардақты аналар, қыз келіншектер, сіздерді геология, мұнай және тау-кен институты ұжымының атынан жыл мезгілінің ең көрікті де қуанышты мезгілі көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызбен өздеріңізге амандық, дендеріңізге саулық, ұзақ әрі шаттыққа толы ғұмыр, шаңырақтарыңызға құт береке тілеймін. Әрқашанда айдай сұлу, күндей жылы жүздеріңізге нұр төгіліп, сүйікті де сүйкімді болып жүре беріңіздер. Құрметті және қымбатты бикештер, сіздерді көктем мерекесімен құттықтаймын. Сіздерге тілейтінім бақыт, денсаулық, жұмыстарыңыз жемісті болсын, әрқашанда сүйікті болыңыздар. Дорогие наши самые прекрасные коллеги, от всей души поздравляю вас с праздником, Международным женским днем. Хотел сказать, что в принципе как бы не было истина одна, что весь мир держится на женщинах. И весь наш успех, все наше благополучие, как и отцов, как и лидеров семейства, так и ваших коллег, мы понимаем, что благодаря вам, женщинам, мы много чего достигаем и много чего получаем. Поэтому я хочу от всей души вам еще раз пожелать процветания, благополучия вашим семьям и самое важное – здоровья. Для меня очень большая честь работать с вами. Құрметті Сатпаев университетінің қанымдары, қызғалдақтары, металлургия және өнеркәсіптік инженерия институты ұжымының атынан, Сатпаев университеті ер азаматтары ұжымының атынан, шұғылалы көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, келешек тілеймін. Әрбір атқандарыңыз араға батып, күндеріңіз нұрға толсын. Мереке құтты болсын.